Қазіргі уақытта мен сіздерге бір ащы шындықты айтайын. Қазіргі уақытта не ішіп жүргендеріңізді білмейсіздер, не жеп жүргендеріңізді білмейсіздер. Ол жалғыз сіздер емес, біз де сондаймыз. Өйткені сүтіміздің бәрі тетрапакет, мына салафанның ішінде тұр. Мына етімізді қай жерде сойылған пісмілләсі бар ма? Ол жаңағы ауысыл, неше түрлі аурулар бар, қарасан, сол аурулардың алдынан алынған ба? Ем домы жасалған ба? Ол қай жерде жайылған, қай уақытта сойылғанына дейін білмейсіз ғой. Сол үшін енді мүмкіншілік бар кісілер болса, бір кішігірім қора салып, бір қойларыңызды, бір-екі сиырларыңызды өзіңіз ұстап, бала-шағаңызға табиғи сүт, айран, қатық айран, қымыран дейді ғой қазақта. Сондай ақытпен беріңіздер. Бақпасаң, мал кетеді, қарамасаң, қатын кетеді деген сөз де бар. Міне сонша бар күш-жігерін осы сүт бағытындағы шаруашылыққа салып жатыр екен, қандай керемет. Ауылға келдік, алдыңғы осы 2 жыл бұрын. Кішкентай қорадан бастап, алдыға мақсат қойып, жайлап, ақырын-ақырындап осындай қораны соғуға шешім қабылдадық та, осылай кішігірім сүтпен айлансамыз деп шештік енді негізі. Башы 6-7 емес, 2 бастан басталған негізінде. 2 бастан, иә. 2 бас сиырдан, сауын сиырдан басталған. Аллахтың қалауымен осындай кішірек болса да осындай қораға жеттік енді. Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі, барша малшы қауым, төрт саланың жігіттері, Жамбыл облысы Луговой Қарақат деген ауылға Асқат деген ағамыздың шаруашылығына келіп отырмыз. Осыдан 2 жыл бұрын келдің ба? 2 жыл бұрын. 2 жыл бұрын төрт саланың 2 күп жем-шөп араластыратын құрылғысын алған. Қазіргі уақытта 2 жылдан бері міне алдыға мақсат қойып, ата кәсіп мал шаруашылығымызды дамытып жатыр екен. Қазіргі уақытта осы жерде қанша сиыр бар? Қазір 35 сиыр бар, общий 50 бастай бар ғой. Түгел есептеген кезде. Общий 50 басқа. Мына қораңыз қанша басқа арналып салынған? Негізі 70 басқа арналып салынған. Қазіргі таңда 35 бас бар осы жерде. Дойыны оның ішінде 27 бас. Сухостойда тұрғаны 9 бас. Общий 50 бас бар ғой, бұзау бәрін есептеген кезде. Так, сол 50 басқа біздің жаңағы 2 күп жем-шөп араластыратын құрылғымызбен 2 жыл сол қалай үлгерді ме? 50 басқа? Үлгерді, максималды түрде үлгерді, бірақ кішкене тоқтамай жұмыс жасады. Тоқтамай күнделікті жұмыс жасайды, еще 3 рет 4 рет араластырып жасап отырдық. Оның өзінде әлі істейтін еді. Просто тағы да жұмысты автоматты не істеуге тырыстық та. Адам жұмыс күшін азайту. Жұмыс күшін азайту үшін осындай үлкен кармаздащикқа қазір тапсырыс беріп. Қазіргі уақытта төрт саланың 10 күп кармараздатчигін алдым, міне трактордың балалбор мощностымен жұмыс жасайтын. Міне қазір жаңа видео барысында көрдіңіздер ғой. Мына евростандарт ақыр деген міне осы алдарыңызда тұрған сиырларыңыздың породаларын, литражын айтып кетсеңіз міне. Енді бізде средний 28 бен 32 литрдің арасында сүт береді сиырлар. Күнделікті 1 тоннадан астам сүт аламыз. 1 тоннадан астам. Қазір 27 бастан. 27 бастан, сбалансированный корм береміз. Сенаж, силос, бәрін араластырып береміз. Осындай условияда содержать еткеннен кейін сондай сүт алып отырмыз пока. Мына қораны өзіңіз шетелден көрген тәжірибеңіз бар. Осы жақтағы мамандармен ақылдасып салған, жаңадан салған қора міне. Бұл жерде ешқандай ақырдың керегі жоқ. Жем-шөп таратуға, малдың жем-жеуіне бәрі ыңғайлы. Біздің айтып жүрген евростандарт деген міне осы. Енді сиырларыңыздың породасын айтып өтсеңіз, мысалы, білмейтін кісілерге. Бұл жерде бізде 3 порода бар негізі. Бұл жерде швиц бар, F1 деген 2 породаның қосындысы бар. И таза галштейндер в основном. Мынау міне галштейн дегеніңіз мынау? Галштейн деген, қара аламыз. Мына екінші тұрған? Ол F1 деп айтылады, қара бастылар. Мыналар, F1 деген. Бұл F1. Сосын біздің жаңа швед. Швед. Мысалы енді қазіргі уақытта осылардың
литраждары бәрі бірдей ма жоқ жаңа F1 мен мына қараланың айырмашылығы F1-нің сүттерінің айырмашылығы қатты болмайды, майлығында айырмашылық болады. Майлығы. Неге десеңіз, мысалы Голштейндікілер 3-8 бен 4-2-де жүретін болса, F1-дардікі 4-2 мен 5-ке дейін болады да. 5-ке дейін Сол болады. себепті майлығы кішкене жоғары. Былай ірілігінде былай денесі бітімі бәрі бірдей болып келеді, бірдей. бірақ та бұл малдар жайылымға кішкене төзімді болады да, чем Голштейнге қарағанда. Денсаулықтары кішкене Голштейнге қарағанда жақсырақ болады. Сонысымен ғана айырмашылық. Германский Голштейн дейміз? Бұл краснопестрый Голштейн деп айтылады, мынау чернопестрый деп айтылады. Бірақ екеуі бір порода. Бір порода. Просто цветімен жаңа краснопестрый, чернопестрый бөлінеді екеуі. Міне осылай дәл қазір мына жем шөпті жаңағы кармараздатчығымызды таныстырып өтеміз. Міне алдыға мақсат қойып қазағымның қарадомалақ жігіттері енді болашағымыз бізде мал шаруашылығында. Осыдан 2 жыл келгенде видео барысында қосып кетемін. Міне жоғары жақта мына бір кішкентай қораның ішінде қанша сол кезде мал болды сол жерде? 7-8 бас болған сол кезде. Иә. 7-8 бас тұрды. Соның өзінде кармараздатчыкты анау тоқпен істейтінді алдық. 380 мен. Асек енді қай жылғы боласыз? Мысалы осы салаға қалай келдіңіз? Мен осындай видеоны мысалға біреудің малының санын, біреудің ақшасын көрсету үшін түсірмеймін жалпы. Енді не үшін мұндай видеоны түсіреміз дегенде біздің мына жастар бар ғой, ағалар бар, інілер бар, осы мал шаруашылығына келе жатқан. Солар көрген сайын осыған алдына мақсат қойып, осындай бір шаруашылықтың егесі болып, өзіңіз сияқты кәсіпкер болып жұмыс жасасын деген ниетпен түсіреміз. Соны айтып өтсең. Менің есімім Асхат болады. Осы жердің тумасымын өзім. Қазір таңда негізі Алматы қаласында тұрамын. Ата кәсібімізді дамыту үшін осылай ауылға келдік. Алдыңғы осы 2 жыл бұрын кішкентай қорадан бастап, алдыға мақсат қойып, жайлап, ақырын-ақырындап осындай қораны соғуға шешім қабылдадық та, осылай кішігірім сүтпен айлансамыз деп шештік енді негізі. Башы 6-7 емес, 2 бастан басталған негізінде. 2 бастан, иә. 2 бас сиырдан, сауын сиырдан басталған. Аллахтың қалауымен осындай кішірек болса да осындай қораға жеттік енді. Бірдестен емес, ақырын-ақырын келді осылай. Ана осы жерде бір сөзді айтып өтейік. Ана атамыздың енді 2 жағы тең жүретін кісі ғой. Жақсылығы бар сіңген кісі мен өз ойымда. Ана 2 бас сиырдан бастап деген әңгімесін бізде кісілер оны басқаша түсінеді. Мысалы мен де өзімде сол 2 бастан бастағам, қазір Аллаға шүкір ондай нақты айланыспаған ең бір 10 шақты бар. Ол дегеніміз сол 2 басты бастағаннан кейін ары қарай жаңағы осы көбейтуге ынтаңыз ашылуы мүмкін деген сияқты әңгіме екен ол. Бәрі 5 саусақ бірден сыймағаннан кейін бір екеуден көр, одан ары қарай болатын тірлік болса көбейт, болмаса сол 2 сиырын сауып жүре бер деген әңгіме екен. Міне солай қазір біз кармараздатчығымызды таныстырып өтеміз, мекен жайын бәрін айттым. Енді осы қанша жылда осы дәрежеге жеттіңіз мысалы? 3 жыл болды? 2 жыл болды ровно. 2 жыл болды. Сіздер келгеннен басталған ол негізі. Мен келгенде өзі соның алдында бір 2-3 ай бұрын ғана басталған әңгіме да ол, көрдіңіз бе? 2-3 ай бұрын бастадық, содан бері міне 2 жыл уақыт өтті. 1 жыл сол қорада тұрдық, 1 жыл мына қораны салдық. Мына қораны сол кезде бастап кеттік біз. Өзіңіз салайын деп жатырмын дедіңіз ғой. Бастап кеттік та, мына жаққа кіргеніміздің өзіне уже 7-8-9 ай болып қалды уже. 7-8 ай болып қалды. Енді қораңыздың енін ұзындығын айтып өтсеңіз, енді салам деп жатқан кісілер болса, бізде TikTok бар, TikTokқа тіркелсін, сол жерде толық түсіндіріп жатамыз негізінде. Мына жерде де түсіндіре кетейік. Қораның ұзындығы негізі 65 метр, ширинасы 18 метр. 18-де? Ені. 18-де 65 болып бөлінген, ортасында доильный залы бар, осындай лежактары бар, оның бәрін уже нақтылап тағы да сұрап жатса, комментарияға жазсын. Комментарияға жазған. Сіздің номеріңізді қалдырып кетейін, мысалға жаңағында 2 бастан бастап, енді бұның малдың сүті тілінде дейді, бірінші қазақта. Одан кейін бұл жаңағы бір орында көп уақыт бір орында тұратын болғаннан кейін бұның өзіне арнайы бір ем-домдары бар, салатын система уколдары бар. Соны білмей жатқан інілеріміз, ағаларымыз болса, енді тәжірибесі бар сізге хабарласасыздар. Бізде өзі специальный ветврачымыз бар негізінде. Білікті маман негізі Нұрмахан деген жігіт бар.
Иә, иә, кісіні осыны біраз адам танимыз, өз біраз кісілер біледі. Сол кісі біздің главный ветврачымыз. И өзіміздің мына жерде күнделікті жүретін ветврачымыз бар. Сол Нұрмаханмен ақылдаса отырып, бір сиырдың жағдайы мынандай болып тұрса, мастит болып тұрса, температурасы көтеріліп тұрса, сол кісімен ақылдаса отырып біз ем-домын қолданамыз да. Иә. Былайынша нақты өзіміздің ветврачымыз бар, күнделікті қарап отырады. обходқа шығады, келеді, күнделікті қарап отырады, каждый сиырдың денсаулығы қалай болып тұрған. И алдын солай алып отырамыз негізінде аурудың. Иә, сол жаңағындай кішігірім ем-домын сол кісі өзі жасап қадай. Постоянно Нұрмахан ағамыз жаңағындай ұрықтаған кезде, сондай бір ол кісі бүкіл түсініксіз процесті жағдай болып жатқан кезде, мысалы. ол кісі Нұрмахан деген ағамыз бүкіл процесті контролировать етіп отырады өзі негізінде. Иә, дұрыс. Сондай болған дұрыс. Ол ана шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой, оны жаңағы білмегеннен кейін, оны оқымағаннан кейін дұрыс айтасыз. көп кірісе берген дұрыс емес. Білетін адам істеген болса, бәрі жақсы болады. Не берекеңіз, шаруашылығыңыз күннен күнге дами берсін. Әмин. 2 жылдың алдында кеп 4 саланың құрылғылары сізге құтты құрылғылар болып жатыр міне. Алла. Одан кейін үлкенін алып жатсыз. Енді анау қазір бұдан да ары қарай өсем деген мақсатыңыз болып жатса, бұдан да үлкенін алып келейік, Алла бұйыртса. Дами Алла беріңіздер. бұйыртып жатса, сол өсеміз деген жоспар бар алдымызда. Алматы облысынан жер алып уже дайындап жатырмыз негізі. Үлкен 400 басқа негізі дайындап жатырмыз. Дұрыс қой, алдыға мақсат қойса, жетуге болады. Оны соны ойланасыз, соған дайындаласыз. Енді жалпы сауын сиыр ұстаса да, қой ұстаса да, жалпы 4 түлік ұстағанның кісінің қорасы малға толса, біз қуанамыз. Ниетіміз жақсы жалпы. Өйткені сіздерде болса, біз жаман болмаймыз. Екі жаңағы бірге келе жатқан кемеміз ғой. Сода кетсек бірге кетеміз. Нені айта кетейін, мен өзім негізі мына шетелде де кармараздатчиктер толып тұр. Былай қарап тұрсаңыз, шетелден келіп жатқан кармараздатчиктер тола. Ата кәсібімізді дамытуға сіздерде мысалы қалай айтсам болады, өзіміздің елде шығып жатқан өнімді қолдауға тырысқанымыз дұрыс болады деп есептеймін да, и халықты да солай шақырғым келеді. Неге десеңіз, өйткені европейский заттармен мына біздің заттарды салыстыратын болсақ, сіздің шынымды айтайын, бұл бір реклама жасап бір мақтағаным емес. Өзім көрдім лично, қарап, барып зерттеп қарадым, металдарының бәрі осындай. Жұп-жұқа. Ол қанша жыл жұмыс жасайды, оған гарантия жоқ. И оның үстіне өзіміздің елде осындай нәрсе жасап жатқаннан кейін неге басқа елден алу керекпіз деген сұрақ туындайды да бізде. Өзімізді өзіміз қолдамасақ, біз кімге керекпіз деген нәрсе бар да. Рахмет сізге. Сол өзіміздің еліміздің, өзіміздің азаматтарын істеп жатқан кәсібін қолдап жүрейік, бауырлар. Обязательно. Енді бұл мына 10 көп кармараздатчик мысалға нарықтағы бағаларын салыстыратын болсақ, енді 10 көп кармараздатчигіміз бір 16, әртүрлі біреулер бренд жасап алған. 20-ға дейін барады. Өйткені бұл жерде мысалы менікінің темірін қарасаңыз, астындағыларын сол жаққа барып көрсетейік. Мына дөңгелегін мен арнайы бір жағында 2 дөңгелек жүретін қылып жасадым. Өйткені елді бастап жатқаннан кейін мына жақта жаңа мына бетоннан өтіп кеткен жағдайда міне қазір ары қарай өтіп тұр ғой. Мына бір дөңгелек болса бірге жерге кіріп кетеді. Оның центральный ось мынау плавающий дейді ғой былай. Қисық жерлерде бұл мына бункер қозғалмай жүре алады. Амортизатордың орнында. Міне ары жағында одан кейін мына дөңгелектерін көбінде мынандай 12-14-ге дейін бір-ақ дөңгелек. Көбісінде сондай. Енді мен одан кейін мына енді қазақта бір затты білесіздер, елімен өлшейді міне. Екі елі. Екі елі мынау енді 20 мм ғой. Дәу бармақ. Міне. Асты. Өйткені бұл бір күнге алынып жатқан дүние емес. Енді осы шаруашылықты осыны қаншама жыл қамтамасыздандырып тұру керек. Одан кейін мына бүйіріндегі мына 8-ді жібердік. Мына қалыңды. Қалың, мен көзіммен көрдім. Одан кейін Асекең өзі 9 көп, 8 көп, 9 көп тапсырыс берген. Енді қанша дегенмен қазақтың баласы ғой деп бүйрегіміз бұрылып тұрады. Енді ол жерде мен бір мынаған бір осындай бір қосып жіберсем мысалы астына. Одан кейін төбесіне бір осындай темір қосып жіберсем, ол жерден
сіз жаңағы ақшаңыз кем қалмайды, мен бай кетпеймін, бірақ бір-бірімізге деген жаңағы қанымыз жібермейді. Содан ертең күні өсіп жатса керек болады ғой деп кішкене үлкейтіп, 10-ға 2 куб қойып мынаны жасадық. Мынау енді мына Евростандарт осы қораға арнайы жасалған мына ленталар. Ана жем шөпті шашуға ыңғайлы болу үшін. Жаңа екі жағына да шаша береді негізі. Бірақ мына сауын сиырдың қорасы мына бір жағында ғана болады, бір жағында прогулкасы болады. Мына кардандары бәрі усиленный, енді мына резинасын ашып көрсете алмаймыз. Мына жерде таразысы бар, қанша салып атса соның бәрін көрінеді. Одан кейін міне қалыңдығын бір көрсетіп жіберейік. Мынау ашылып жабылатын жерінде мынаумен бірдей міне қалыңдықтар. Мынаның бәрін усилтетіп, мынау жаңағы ограничитель. Болашақта ана пышағы тозып жататын болса, ашып жауып. Бұл нәрсе еще егер мысалға рационды полноценно толық жасаймайтын болсақ, былай болса, мынау до конца ителіп тұру керек. До конца, егер толық істейтін болсаңыз, онда ашып қойсаңыз болады. Ограничитель деп айтылады. Ограничитель ғой. Мына жерінде енді гидромотор жаңа лентаны айландыратын. Одан кейін астын толығымен жаңа қарап отырсаңыздар, усиленный. Асты жағы бәрі мына тенза датчиктері. Одан кейін мынау қатты ары қарай кетіп бара жататын болса, мынау жаңағы мынау тоже ары қарай жібермей ұстайды. Мынау ары бері қисалаңдап кетпеу үшін. Ең бастысы темірі ғой. Мынау тағы қай жерін көрсетеміз. Мына жерінде міне кішігірім төбесін көріп, дұрыс араласып жатыр ма, араласпай жатыр ма. Мынау енді защитасы. Ішкі құрылымын көрсетіп жібер, енді алдында да көрсеттік. Мына спираль шетелдікі қалай, тура біздікі содан енді. Темірі қалың, қалған жері енді. Бәрі бір дүние, бір проектімен жасалған, бір чертежбен. Ішінде пышақтары 100-ші стальной металдан жасалады. Міне. Осылай. Ана осындай шаруашылықты бастайым десеңіздер, Асекең сияқты алдыға мақсат қойыңыздар, қорықпаңыздар. Өйткені 5 саусақ бірден ауызға сыймайды. Ана мен барынша шабыт беріп айтам, құс екеш құстың өзі қарлығаш жылына 2 рет үй салады екен. Біз оған қарағанда адамбыз ғой. Құмырсқаның да илеуі бар дейді. Алдыға мақсат қойсаңыз, ана жер деген сабан кірпіштен салынған қора ғой, мысалға бір жастарымызға мотивация. Бір 4 бұрышты қалып жасап алыңыз да, батпақты қолмен араластырсаңыз да, осы қораны жасауға болады. Одан ары қарай мынау сияқты қылып саласыз. Одан ары қарай міне ана бірден дәуіт салу ол болмайды. Сол үшін қорықпаңыздар, алдыға мақсат қойыңыздар. Ауылдағы үйлеріңіз, үйде мысалы, ауылдағы үй ғой мынау, ауылдың іші. Ауылдағы үй. Қанша сотық мына жерде? 2 гектар шығады ары кетсе. 2 гектар. Ана үйден былайға 2 гектар. 2 гектар жер шығады ары кетсе. Ауылда сол кемі 1 гектар ғой мысалы, бақшаның бәрі мысалы, содан жоғары. Салыңыздар, еңбектеніңіздер. Бәрі бірден болмайды. Міне, оның мысалы міне. Алдында Азекең өзі тапсырыс беріп жатыр жаңа тракторлерге. Мынау да соның қызметін атқарады. Әңгіме, ой, мынау ескі трактор, анау жаңа трактор емес. Бұл кісінің ең басты мынандай дүниелері жаңа. Енді ол жаңа трактор келгенше мынаумен ептеп тұру керек. Ол бәрі бірден болмайды. Ана жаққа келгенде бұл мынау да жоқ, мынау да жоқ болған. Енді ана 2 жылдың алдында алып келген 2 куб кармараздатчигімізді осы уақытқа дейін бір бұзылған жері бар ма? Жоқ, бұзылған жері жоқ. Әлі де бір жұмыс істеп тұратын еді ол негізінде. Қазір ол қазірдің өзінде жұмыс жасап тұр негізі, ана кішкентай бұзауларға отдельный корм жасайды. Мынау общий жаңа дойный сиырларға ғана жасаймыз. Онымен тек жаңа бұзаулардың жем шөбін араластырып тұр. Енді мынау келгелі бір 20 күндей болды ғой мысалы. Оның алдында ол күні бойы тоқтамай жұмыс жасады ғой. Ол деген мына жерде мысалы ар жақ бер жағы қазір 50 деп айтамыз ба, 60 деп айтамыз ба? 50 басқа жаңағы сауын сиырдың
жемшөп ол бордақыдан да көп. бордақыдан 2 есе көп болады Екі есе негізінде. Көп Сонда- адамдар дұрыс есептемей қалады сол моментта. Сонда бұл мынаны 50 деп есептесек, 100 бас бұқа деп есептейміз. Иә. 100 бас бұқаны үлгеріп тұр, 2 жыл тоқтамай. Сол жаққа барсақ, Сол жақты көрсетейік. Қазір мына ішімен өтіп. Мына молоковоз мына жерге келеді. Осымен шлангысын салып алады молоковоз. Біз іштен насоспен жібереміз осыны. Осы жерден ішке ешкім кіріп жүрмейді, бұрылады да өздері кете береді ары қарай. Общий количествоны ғана есептей Қазіргі уақытта литр қанша болып отыр сиырдың сүтінің? Где-то енді облыс әр өңірдің бағасы әртүрлі. Бізде жаздың күні 160-ға дейін теңгеге дейін түседі. 280-250 теңгеге дейін көтеріледі. Қыстың күні, сезон кезінде. Мына силосный ямаларымыз. 2 силосный яма бар осындай. Мынау мына жаңағы біздің 2,5 да емес ау, мынау по-моему 2 ғой деймін да. Таза 2 ғой. Таза 2 бұл. 2 куб та бұл. Осының өзі 2 жыл тоқтаған жоқ. Бұл жерде 2 жыл тоқтаған жоқ деген сөздің мағынасы действительно прям мал болғаннан кейін ол күніге азық жеу керек қой. Бір күн кешіктіру, ертең кеш деген әңгіме жоқ та бұл жерде. Күнде жұмыс істеген мынау. Күнде азанда сағат 8-де бастайды, 12-1-ге дейін жұмыс жасайды. Күнде. Моторы күйіп, жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Сондай дүние болды ма? Жоқ, 2 жылдан бері тек қана қазір түсін бір айландырып қою керек, ауыстыру керек емес. 3 рет ауыстырады, 3 рет айланады. Соны 1 рет ауыстыру керек, тағы бір 2 жыл ол турап берсе, 3 рет ошын айландырғанға жеткілікті болып тұр бізде. Редукторлары бәрі өзі, сол мотор. Бәрі ремень, түгел ештеңе ауысқан жоқ мына жерде. Айтпақшы, мынау біздің бұл да Төртсаланың арнайы дәнді дақыл турайтын диірмені. Бұл да бір жылдан асты ғой деймін. Бұл да 2 жыл, мынамен бірдей келген бұл. Мынадан кейін бір ай, ары кетсе бір ай. Бұл да 2 жыл сонда. Міне. Дәнді дақылды мына жерге турап, мына жерге салады. Бұның енді бір жағы ручной, бір жағы цилиндрмен жұмыс жасайды. Біз ары бетке. Бұл енді темірі қалың болғаннан кейін бұл енді 100 бас бұқаның күнделікті жем шөбін қамтамасыздандырып, міне әлі күнге дейін ана дәу кармараздашып келсе де, мына бұзаудың жемі мен сиырдың жемі бөлек қой. Сол бұзаудың жемдерін араластырып, ары қарай тағы да қызмет атқарады, Алла бұйыртса. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Істері де бәрі әлі орнында екен. Әлі ауыстыратындай емес екен. Осы видеомызды көрген кісілер болса, комментарий жазып отырыңыздар. Төртсаланың жігіттері сапасына кепілдік береді. Сынбайтын темір, бітпейтін өмір жоқ. Қанша мықты десек те, жаңағы 1000 күн сынбайды, 1 күн сынат дейді ғой, шөрмек деген. Сол уақытысында кез келген уақытта шапқылап жетіп барамыз. Қазақстанның қай жерінде болсаңыз да. Өйткені осының өзінің маманы осы Қазақстанда өзіміз әкеліп орнатамыз, тапсырып үйретіп береміз. Енді 2 жылда мен бұл жерде бір болтым бұра алмаған шығар. Өйткені бұл редукторлары, темірлері бәрі қалың, витоктары бәрі литий, жаңағы темірден салған, сапалы болу үшін. Енді бір жағдаймен майысып, бір жер бірдеңе болған жағдайда өзім келем, жасап, жаңа балаларды алып кеп, реттеп берем. Сол жағынан уайымдамай тапсырыс берсеңіздер болады.
уақыт деген зымырап өтеді. Енді осындайдан кейін бір адам шабыт алады ғой жаңағы. Иә. Мысалы, біз бір дүниені апарып бергеннен кейін сіздер риза болып, сол тынбай жұмыс жасап, әйтеуір өз жұмысын жасап берсе, біз де соған риза боламыз. Ертең бір жер сынып, бірдеңе болып жатса, ол звондап, хабарласып тұрса, тағы өзіңде ұяласың. Сондай жағдай болып жататын болса. Енді мынау енді біздің жетістігіміз. Сапалы. Асекең риза болып, не көрсетіп, қосып беріп жатыр. 2 жыл деген аз уақыт емес. Мынау 50 бас сауын сиырыңыз, 100 бас ірі қара. 100 бас ірі қараны енді бұл бір жолда араластыра алмайды. 2 рет солай. Сөйтіп азанда 2, кеште 2 сөйтіп жұмыс жасайды. Соның өзінде бұл осы уақытқа дейін 100 басты қамтамасыздандырып келді. Енді Алла берсе дәуін алды. Қазіргі уақытта сіз бір жасайсыз ба жоқ, 2 бөліп жасайсыз? Бір-ақ рет жасаймыз анамен. Азанда бір жасайсыз? Азанда бір жасаймыз. Жарты сағат 40 минут уақытымыз кетеді оған. Осы жерде араластырамыз да, сол жерге апарып төге саламыз болды. Иә. Күніне бір-ақ рет оталдырып жатсыз ғой? Күніне бір-ақ рет оталдырамыз. Оны жартылай ғана жасап жатқан шығарсыз қазір. Анау өйткені үлкен ғой. Жартыдан сәл кішкене азат болды. Әлі де негізінде былай ол бір 150-200 басқа сауын сиырға да. Егер бордақы малға болатын болса, ол 400-500 басқа дейін спокойно жетеді. 400-500 бастан қамтамасыз ете алады. Мен оған сенімді айта аламын. Өйткені сауын сиыр бордаққа қарағанда 2 есе көп тамағы. Сол себепті қазірдің өзінде мысалға 150-200 басты спокойно қамтамасыз ете алады. Қазір осы таңмен. Соған расчет жасап, енді андай кейін үлкейіп жатсақ деген сияқты сондай мақсатта алынған дүние ғой негізі. Мысалы, бір дүниені айтып өтейін. Мынандай дүниені малыңыздың санына шақтап алыңыздар. Бізге хабарласып жатады. Енді осы видеоны көреді, оның алдындағысы бар. Кармаразда жемшөп араластыратын қанша дейді. Ол дегеніміз, мысалы, мына дүниемен жаңағы дүниенің бағасы да бөлек. Мына дүниенің жұмыс жасайтын малының саны мен ананың үлгеретін малының саны бөлек. Сол үшін хабарласып жатсаңыздар, мен мүмкін 50 бастайым, болмаса 1000 бастайым, болмаса 2000 бас деп айтсаңыздар, мен малдың санын есептеймін. Содан кейін сіздерге жасап берем. Солай болсын. Міне жаңағы 2 куб кармараздатчығымызды орнатып, бір 2 жылдың алдына келген кезде осы кішкентай бұзау болған. Міне. Содан бері мынау биыл ұрықталып, енді туайын деп тұр екен буаз. Осындай уақытқа дейін біздің жаңағы осы Асекеңнің алдыға қойған мақсатын, ата кәсібімізге деген сүйіспеншілігінің қаншалықты дәрежеде екенін, ол кісінің алдыға мақсат қойса, сол мақсатына жететін азамат екенін, қазақтың бір сыйлы, құрметті азамат екенін көруге болады. Енді қазақта айтады ғой, сиырдың сүті тілінде дейді. Сиырдың сүті тілінде дейді. Анау бақпасаң мал кетеді, қарамасаң қатын кетеді деген сөз де бар. Сол үшін міне сонша бар күш жігерін осы сүт бағытындағы шаруашылыққа салып жатыр екен, қандай керемет. Енді Алла берсе тағы да шетелден бір 100 шақты тағы да келіп, ары қарай мақсаты, алға қойған мақсаты жаңағы 1000-2000 басқа дейін жеткізу. Сол алдыға қойған мақсатына жете берсін. Енді мына евростандарт деген ақырды көрсетейік, міне қарап отырсаңыздар. Мына жер мен мына жер 10 сантиметр биік болу керек. Бұл не үшін? Жем-шөп таратқан кезіңізде ыңғайлы тарата аласыз. Суын ішетін жерін қазір көрсетем. Одан кейін мына сиыр қазір
жем шөбін жеп жатқан кезде тұяғына дейін мұрнын созып жатыр. Ол кезде бұл сілекей безі бөлінеді. Сілекей безі бөлінгеннен кейін бұның ас қорыту жүйесі төрт қарын тең жұмыс жасап, мынау ешқашанда мына жем шөпті араластырып берген дүние 40 қабаттың ішіне қамыр болып байланбайды. Бұл ас қорытуы дұрыс болады, сілекей безі жақсы қорытылып, мына табиғатта жүрген жаңағы жайлау қыстау да жүрген табиғатынан айырылмайды. Одан бұл ішінде бос жүреді. Жататын жерін қазір көрсетейін. Мына осылай бұқаға болсын, сиырға болсын, қойға болсын, осындай дүние салыңыздар, малды табиғатынан айырмаңыздар. Кезінде біздің ата бабамыз малдас құрып жер дастарханда жаңағы ет асымызды, тамағымызды, шайымызды сол жерден ішкен. Малдас құрып отырып тамақ жеу деген тура осындай, табиғаты бұзылмау. Қазіргі уақытта мына 70 жыл біздің жаңағы орыстар бізді қазір столға отырғызып қойды. Столға отырғызып қойды деген дүние қазіргі мына біздің шаруашылардың шатысып жүрген мына жерден былай жоғары қарай науасын көтеріп тастап, ол тұмсығы осы жерден төмен түспегеннен кейін, осындай науадан бұның сілекей безі бөлінбей, мына жайлауда, қыстауда өз аяғымен жүріп семірмегеннен кейін, ана сілекей безі толық қорытылмай, толық бөлінбей, қазір мына малдың семіруі де бәрі дұрыс болмай жатыр. Енді қора салам деген кісілер болса, қазіргі уақытта проект сызып жатырмыз, 3D формат. Қанша ақша кетеді? Видео барысында осылай қораңыз салынбай тұрып, қораңызды көз алдыңызда салып, қанша ақша кететінін, осылай малыңыз қалай жемін жейді, қалай тышады, қалай сиеді, қалай саулады, қалай жем шөбін таратамыз, соның бәрін ақша салмай тұрып, проектін сызғызып, көріп алыңыз, жүйелі жұмыс жасаңыз. Мүмкін сіздің ақшаңыз жетпей қалуы мүмкін. Ол сіздің ойлап отырған жеріңізге сіздің малыңыз сыймай қалуы мүмкін. Жеріңіз тар болатын болса, жаңағы жем шөп тарататын құрылғылардың жүретін жолдары бәрі тарылып, арбалайтын, дорбалайтын жұмыс көп болып кетеді. Міне енді қалған жерлерін көрсетейін. Мынау енді арнайы резина, каучуковый дейді. Каучуктен жасалған аяқ киімнің табаны сияқты. Бұл енді мынау сауын сиырдың мына жерде жатып қалатын болса, мына желіні бұзылады, мастит болады, ауырады. Бұл енді бір сиырдың құны шамамен 1,5 миллион деп есептейтін болсақ, мына бір резинаның бағасы мөлшерімен бір 40-50 мың теңге тұрады, мынау қалыңы. Бір сиырды құртып алғанша, соның астына бір резина төсек қойғаныңыз өзіңізге тиімді болады. Міне мына дүниелердің бәрі осы сауын сиырға арналған дүние. Асекең осының бәрін ойластырып жасап отыр. Мынау болмайтын болса, біреу былай жатады, біреу былай жатады, сонымен мынаны тазалаумен күннің өзі өтеді. Мынандай дүние болса, ол мына жерге жатады, жылы жерге. Мына жерге кеп, міне мына құзап тышады. Содан кейін арғай тазалайтын құрылғымен тазалап алып кетеді. Енді аяғы жағын, төбесін қараңыздар. Мынау вентилятор. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ар жағында бар. Не үшін деген кезде бұл бірінші жұмысы салқындату. Жаздың күні. Қыстың күні ішіндегі жаздың күні терезелерін бәрін ашып тастаймыз. Қыстың күні бұл мал тұрған жерде мына сідігі боғы болғаннан кейін аммиак болады. Сол аммиакты далаға шығару екі жұмыс жасайды. Не көрдіңіздер? Қандай жуас бұл жаңағы F1 деген порода, не ірі болады. Бұл енді сүтті болады, не қарап отырсаңыздар. Алла бұйыртса осындай сүт сиыр ұстауға барша қазағыма нәсіп етсін. Мал болған жерде береке болады. Осындай бір сиыр болса үйлеріңізде бір-екі сиыр, дастарханыңыз ақ болады. Жегеніңіз қатық ірімшік, қаймақ, сүт. Қазіргі уақытта мен сіздерге бір ащы шындықты айтайын. Қазіргі уақытта не ішіп жүргендеріңізді білмейсіздер, не жеп жүргендеріңізді білмейсіздер. Ол жалғыз сіздер емес, біз де сондаймыз. Өйткені сүтіміздің бәрі тетрапакет, мына салафанның ішінде тұр. Мына етімізді қай жерде сойылған пісміләсі бар ма, ол жаңағы ауысыл,
неше түрлі аурулар бар, қарасан, сол аурулардың алдынан алынған ба? Ем домы жасалған ба? Ол қай жерде жайылған, қай уақытта сойылғанына дейін білмейсіз ғой. Не сол үшін шамаларыңыз болса бір 10 шақты қой, бір екі сиыр бақсаңыздар, өз етіңізді өзіңіз, өз сүтіңізді өзіңіз қамтамасыздандырып, мына химикатты азайту керек. Ол ет дегенімізді қалай сойылып жатқан, қандай малдың еті, ауру малдың еті ма білмейсіз ғой қазіргі мына базарларда. Сол үшін жаңа ет керек болса бір қойыңызды сойып, сүт керек болса сиырыңызды сауып отырсаңыз жақсы дегенім. Осы сөзімді қолдап жатқандар кісілер болса, бір пікірлеріңіз жазыңыздар. Міне қораның, міне жаңа жем шөп тараттық, міне жеп жатыр сиырлар. Мына тайғанақтап кетпеу үшін мына жерге мынандай бүйтіп сызып шыққан, көріп отырсаңыздар. Міне алдарыңыздағы сиырлар Галштин, F1, Швед деген породалар. Мынау міне қас иттің құрылғы. Тыныш тұрған бүркіттің деген әңгіме бұл. Бұл тыныш тұрады, бұны шықсаң ғана бұл жынданады. Шықмасаңыз бұл оталмайды. Бұл жақсы, бұл тоққа эконом, малға керек кезінде ғана қосылады, басқа кезде өшіп тұрады. Қазір мынау сағат тіліне қарсы айланып тұр қазіргі уақытта. Өйткені мен бұлай алдыға қарай итердім. Енді тоқтағаннан кейін мын жағынан бұлай итерем, бұл сағат тілімен айланатын болады. Міне енді тоқтады. Жаңа бұлай itергенде сағат тілімен қарсы айланды. Енді міне сағат тілімен кетті. Одан кейін бұның бір жақсы жері, бұл бұлайда ары бері бәрі қозғала береді. Бұл тыныш тұратын бүркіт. Бұны шықмасаң ол өзі жынданбайды. Міне қораның енін ұзындығын бәрін айтып өтті. Ұзындығы 65, енін жаңа видео барысында бар. Міне осылай. Енді қазір сауын бөлмесіне кіріп, қалай сауып жатыр, соның бәрін көрсететін боламыз. Мынау енді міне қораның бас жағында, аяқ жағында осындай арнайы суғаратын пайылкілер бар. Мына қыста жылып тұра ма екен? Қыстың күні бұның ішінде арнайы тоқ құрылғылары бар. Мына суыңыз жылып тұру үшін, қатып қалмау үшін. Енді мына жағында міне қара тұз. Бұл қара тұз деген ем. Бұны бордақыда қолданатын болсаңыздар, бұл жаңағы салмақ қосады. Қыз ауырма, тұз ауырма деген бар. Сол үшін біз мына жем шөп араластыратын құрылғымызға бір бас бұқаға 30 граммнан жоғары қарай тұз қосамыз. Мысалға, менің салмағым қазір 96 килограмм осы тұрысында. 96 килограмм орыстарды көрсеңіздер, ол кемі 1 метр 90 болады. Оның кейін мына жағыда ені де жалпақ болады. Неге? Өйткені олар еті бос. Мына қазақтар сияқты қыста бір 3 соғым сойып жеп алып, сүрлеп жемейді олар. Олардың жейтіні капуста, шөпшалаң, борыш. Ана орыс алсаң борышқа тоясың дейді, сондай жейді. Сол үшін олардың салмағы, көлемі жуан болса да салмағы аз. Біз күнделікті жегеніміз тұзды көп қабылдаймыз. Сол үшін бордақыда жүрген ағаларымыз болса, бір жем шөп араластыратын құрылғы алып, соған 30 граммнан ары қарай күнге 30 граммнан бастайсыз тұзды. Содан кейін мынандай қара тұз қоясыз малдың алдына. Егер бұқаңыз осы тұзды жалайтын болса, сіз тұздың мөлшерін күнделікті көбейтіп 70 граммға дейін тұздың мөлшерін көбейтесіз. Сол кезде 6-7 ай бордақыда тұрған малыңыз 20 жыл тәжірибесі бар қасапшыны әкеп қойсаңыз, көз мөлшерімен 50 килограмм кем айтады. Осы айтып отырған сөзіме спорға келетінім бар. Сол үшін біз бұқаны сатқанда тіктей жаңа штучный сатпаймыз. Біз бұқа болсын, қой болсын килограммдап сатамыз. Сол үшін мына тұз біріншіден ауру сырқаудың алдын алады. Екіншіден бұл салмақ қосады. Ертең күні сіз бұқаның етін сатқан кезде сіз ойлаған салмақтан 50 килограмм көп ет аласыз. Сол үшін тұзды көбірек қосыңыздар. Сосын кейін сауын сиыр ұстап жатсаңыздар, төр саланың да осындай құрылғылары бар. Хабарлассаңыздар болады. Мына жер міне ар жақта жем шөп жейді, мына жақта жататын жері бар, су ішетін жері бар. Мына есіктерін қараңыздар, міне бері кел.
мына жерден кіргізесіз сауын бөлмеге. Бұл былай бірақ ашылады. Міне өтіп ал, қазір бұл сиырлар кіріп кетеді ішіне. Сосын былай жауып қоясыз. Бір кіргізгенде қаншадан сауатынын көрсетемін қазір. Кіріп ал. Міне арнайы сиыр сауға арналған осындай дайынный зал. Осы жерге кіреді, сиырларыңыз міне осы жерге тұра қалады. Бұл енді жаңада айттым ғой, қарамасаң мал кетеді, бақпасаң мал кетеді, қарамасаң қатын кетеді деп. Сол үшін мал бақсаңыздар, санына емес сапасына жұмыс жасаңыздар. Мына жерде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жерден сиыр сауылады. Жаңағы бас аяғы 40 шақты сиыр осының ішінде сауылады. Қандай таза. Міне қараңыздар. Мына жүретін жолдары таза. Адам жүретін жолдары таза. Мына жаңағы сауатын шлангілеріне дейін таза. Өйткені бұндан шыққан өнімді сіз бен біздің бала-шағамыз тұтынады. Осындай ауылда, осындай сауын фирмалардан келіп табиғи сүт алсаңыздар болады, айтпақшы, осы жақын маңайдағы кісілер. Енді бұдан алыс жерде болса, осындай кісілерді тауып алсаңыз да болады. Қалай бағып жатыр, қалай сауып жатыр, бәрін көріп, көзбен сосын тұтынсаңыздар болады. Оған ары-бері шапқылап жүрмеймін десеңіз, өзіңіз 1-2 сиыр ұстасаңыз болады. Міне, ары қарай түсіп, ар жағына шығып кетейік. Енді 5 саусақ бірден ауызға сыймайды. Құрылыс жұмыстары әлі толығымен бітпеген, әлі жасап жатыр. Өйткені осы 24-тің күзінде біткен шаруашылық. Астың бәрі кафель, тап-таза, теплый полымен. Мына жерде жаңағы сағат температурасы бәрін көрініп тұр. Міне, бері қарай кел. Жаңа айтып отырмын ғой, құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Ақырын-ақырын жасайды деп. Міне, құрылыс материалдары дізіліп тұр. Осының бетіне жабыстыратын жабыстырып, әлі Алла бұйыртса, бұл шаруашылық күннен күнге дамиды деп айтайын. Енді осы видеомды, осы сүт қабылдайтын бөшкені мен бір салафанның ішінде тұрған кезде айтқам. Мына жағынан түсіріп ал, қараңғы болады. Мен сіздерге айтқан сөзім есімде. Ол видеода да бар, осыны айтам. 5 саусақ бірден ауызға сыймайды. Жоқтан бар дүние жасап, қазіргі уақытта 4 діңгекпен бір салафанның ішінде тұрғанына. Осыдан 2 жыл бұрын. Алла бұйырса, алдыға мақсат қойса, 1-2 жылда осындай құрылыс нышандары салынып, сол жерде тұратын болады. Бұл жұмыстың бастамасы, сол үшін бұндай салаға кіруден қорықпаңыздар. Қазақтың қарадамлақ ұлдары мен қыздары деп айтқам. Енді осы салаға кірем деп жатқан кісілер болса, қорықпай кіріңіздер. Міне, 2 жылдың алдында тура осы аппарат 4 ағаш діңгек, мынандай салафан бар ғой, пленка, сонымен оратылып, соның ішінде тұрған. Сол кезде осы сөзімді айтқам. Алла бұйырса, алдыға қойған мақсаты айқын, міндетті түрде осындай бір құрылыс нышанын салып, сол кезде осы бір жерге апарып қоямыз, сол кезде видеосын түсіретін боламын деген. Міне сол күнге де аман-есен жеттік. Арғазағым осындай алдыға қойған мақсатына жетпей қоймайтын, сондай бір беткей азаматтардан болсын деймін. Енді мына жақтағы биылғы төлдерді көрсетем. Бүгінгі осы шаруашылыққа келіп жатқаныма өзіме қуанып, осындай Асқат ағамыздың осындай нәтижеге жетіп жатқанын көріп қуанып жатырмыз. Енді әр қазағымның қорасында бір жылқы кісінеп тұру керек деп алдында бір кісі айтып жатыр еді ғой. Міне, қазақ бар жерде бұл жылқы текті жануар. Бұны шетке сырт тастауға болмайды. Сіз қой ұстайсыз ба, сиыр ұстайсыз ба, ол маңызды емес. 1-2, 10 шама келсе жылқы қасиетті жануардың кісінеп тұрмаса, қораның әні мен сәні кетеді. Сол үшін ең басты ескеретін дүние міне осы. Алла бұйырса, доданы жарып, көкпарға шабатын қазақтың қоржынына не бір сауындар салатын жылқының бірі осы міне. Не алдында жем шөп жейтін ақырлары,
Mine bu жерде de mınanday tuzu, aslında apilkisi qarаңыздар mine. Mına жерде mine urgaşı, erkek, buzaular, biyilgi tölдөр. Болашақ жаңағы сиырлардың орнын ауыстырып, ол 4-5 жыл, 5-6 жыл сауылғаннан кейін сол сиырлардың орнын басатын арттан келе жатқан төлдөр. Бұнысыз болмайды. Бұның сапасына міне жаңа Нұрмахан деген ағамыздың балалары деп айтып қояқ бұны. Бұл деген сол кісі ұрықтайды. Осы сол кісінің жаңағы жетістігі. Осы шаруашылардың отынан кіріп күннен шығып жүрген Нұрмахан ағамызға бір үлкен сәлемдеме жолдаймыз. Ол кісінің аты осы бүкіл малшы қауымға бәрі білет, бірақ енді осы күйбең тіршілікпен ол кісімен телефон арқылы ғана сөйлесіп жүрміз. Аманшылық болса, бір дастарханда отырып, бір видеомыз салатын боламыз. Мынау енді жақындап қалған ба, білмеймін, осы бөлек тұрған екі сиыр, мынау жаңадан туған төлдер, мынау анадан қарағанда бір 10-20 күн кішкентай мыналар. Мынау мынадан қарағанда мыналар бір 11 айдай кішкентай міне. Бірінші бөлме роддом. Бірінші, екінші, үшінші, сонымен ар жағы төртінші болып жаңағы қораның ішіне кір. Төртінші ар жақта айтпақшы жаңағы құнажындар ар жақта тұрды ғой. Бесінші сонымен сауылады. Алда жұмыс жасайды сонан кейін. Міне осылай. Енді қораның қалай салынғанын, құрылымын, ішкі дүниелерін көрдіңіздер. Енді сырт жағын, ол қора бөлек дүние. Қораның одан бөлек жем сақтайтын, шөп сақтайтын орындары ол бөлек бір дүние. Енді оның орын аласуы, оның бәрін есеппен жасамаса, ертең күні тракторыңыз дұрыс жүре алмай қалады. Жаңағы шөбіңіз ан жақта, жеміңіз мын жақта болса, ар бері шапқылағанның өзіне жұмысшының уақытымен жаңа соляркінің бір минут оталса, ол бір-екі тамшы болса да соляркаңызды күйдіре береді. Міне, силусный ямы, сенажный ямы, міне, әлі біреу ашылмаған, біреу жартысына келген, міне. Бетоннан құйылған, мынау жаңағы біздің көрсеткен екі көп жем-шөп араластыратын құрылғымыз. Енді осындай жерде бір мақтанайық. Осы видеоны көріп отырсаңыздар, темір шайнап, от бүркіп жүрген төрт саланың жігіттерін қолдап, каналға тіркеліп кетіңіздер. Осындай видео бәрі сіздер үшін түсіреміз. Жаңа да айттым, біреудің байлығын, біреудің малының санын түсіруге келген жоқпыз. Осындай қазақ бауырларымыз, інілеріміз, әпке қарындастарымыз осы саламен жұмыс жасайын десе, осыны көрсін, бір жақсыны көрмекке дейді ғой, алдына мақсатын қойсын, арғай жұмысын жасасын деп түсіреміз. Енді мынау міне біздің төрт саланың жем турайтын дирмені, жемін турап жатыр. Мына жақта жаңағы жымық, шрот, витамин қорымдар мына жерде туралған жүгері. Міне осы дирменімізбен турап, мына жерге жинайды туралған жүгері. Мынау арпа. Не үшін бөлек-бөлек кеп салынады? Енді Алла берсе тағы да бөлектен осындайдан 5-6 болған тіптен жақсы. Тұзыңыз бар, содаңыз бар, шротыңыз бар, жымықыңыз бар. Жаңағы жемдердің ішінде сояның жымықы бар, мақтаның жымықы бар, шрот, одан кейін жем деген 10 шақты түрлі зат болса, 10 шақты бөлмеңіз болса, мына жем-шөп тарататын құрылғымызда таразы бар. Малға қанша мөлшерде жем-шөп араластырасыз, соны саласыз, болды. Мына жақта міне сабаныңыз бар, жоңышқаңыз бар, арпаның сабаны, сояның сабаны, шөп деген жетет бізде. Соларды қойып қоясыз, жаңағы кармараздашке саласыз, силусын саласыз, жемін саласыз. Енді бұл жерде бір жақсы орналасқан жер, мын жағы міне орман, малға салқын жаздың күні. Қыста ық болады. Мына жерден бүйтіп бір жүрген кезде, міне, анау жақтан бастайды міне. Бұлай бір жүрген кезде,
Мына жем шөбіңізді бәрін салып аласыз. Ана жаққа жемге, мына жаққа шөпке, ана жерге силосқа сөйтіп, жаңағы жобаның бәрін бытышын шығарып тастаған шаруашылықтар бар. Ол жерде трактор тынымсыз құр ар-бер шапқылап бітірген жұмысының тайыны жоқ болады. Мынандай болса жұмыс тиянақты болады, уақыты қысқа болады. Азанда 1 сағат, кешке 1 сағат жем шөбін беріп, қалған уақытта демін алады. Міне осылай. Қазір міне ана жаңағы бұзаулардың жем шөбін мына кішкентай кармараздатчигімізбен салып жатыр. Бұл да 4 саланың дүниесі. Үлкені сиырларға, кішкентайлары бұзауға, жаңа жылқыға солай. Қазір айырмен ары-бері алады Райымбек. Ала беріңіз, ала беріңіз. Мына оңғайлы жасап қойыпты. Міне, осы шаруашылықтың қалай дамып жатқанын көріп жатсыздар. Кішкентайын алды, енді мына 9 куб тапсырыс берген, мен 10 куб жасап бердім, онда 2 куб қып. Ең бастысы темірлерін қараңыздар. Жаңағы кішкентайының өзі осы 50 бас сауын сиыр 100 бас бордақы деп есептеледі. 2 жыл тынбай істеп бір болтын ауыстырмаған. Енді осындай сапама өзімде көзім жетіп, осындай еңбегім малшы қауымға сіңіп жатыр ғой деп жаңа қуанып, төбем көкке жетіп жатыр. Сіздердің осындай бір қолдауларыңыз болса, біздің әлі бағындыратын белесіміз алда. Егерде осындай жем шөп араластыратынның бізде 40-тан астам түрі бар. Тапсырыс берсеңіздер, Қазақстанның кез келген жеріне апарып орнатып беремін. Одан кейін 2 жылға кепілдік берем. Мына жасалған жерлеріне 2 жыл. 2 жылда көрдіңіздер ғой, кішкентайдың өзі осынша малға шамасы жетіп тұрғанда мына үлкендер былқ етпейді. Ішіндегі пышағына, мына жасалған темірлеріне, мына темір 2 жылда мынау 20 мм болатын болса, қазіргі көптеген кармараздатчиктерді көрсек, осындай ғана міне, осындай ғана, бір елі ғана болады. Бізде мынау 2 елі. Өйткені мынау жем шөп араласу барысында бұл ақырындап қажалады. Одан кейін М63 деген металмен жасалады біздегі кармараздатчиктер. Мировой рынктегі ММ450 деген металл. Бұл қатты металл. Сол үшін бұның сапасына енді сын жоқ деп айтуға болады. Мына жерлері 3-түк құрамдағы темірден жасалған. 3-түк құрамдағы. Мына жердегі 63-түк халықаралық деңгейде ММ450 деп айтады. Соны интернеттен көрсеңіздер болады. Өйткені бұның ішінде жем шөп араласып, қажалып, тесіліп кетуі мүмкін. Сол үшін қатты темір саламыз. Ал мына қарапайым жер, мына адам шығатын мынандай жерлерге ол жай қарапайым біз қолданыстағы мына пеш жасап жүрген сталь тройка дейді ғой. Сталь 3-ші маркадағы металл саламыз. Егерде қазіргі уақытта сапасына көңіл бөлмей жатқан неше түрлі кармараздатчиктер бар. Тура осы сталь тройканы мына жерге салып жіберетін болса, сіз көзіңізбен ажырата алмай қаласыз. Ол кезде мынаны 1 жылдың ішінде мына бүйірі тесіліп, мына шөп шығатын жерінен шықпай, мына шөп шықпайтын жерінен шөбіңіз шығып кетуі мүмкін. Сол үшін 4 саланың жігіттері 15 жыл жұмыс тарихында малды да зерттеп жатыр, темірді де зерттеп жатыр. Сол үшін қорықпай тапсырыс берсеңіздер болады. Алла бұйырса жұмыс күшін көбейтіп, жылына 100-ді осындайдан 100-ін, 200-ін шығаратын деңгейге жетіп жатырмын. Осы уақытқа дейін қаншама тапсырыс алып, кей кезде бір 10 күн, 15-20 күнге дейін тапсырысқа кешіккен кезім бар. Сондай кісілер айып етпеңіздер, оны жоқ демейміз.
Ендігі уақытта жұмыс күшін 30-40 адамға көбейтіп, Алла бұйырса сіздердің тапсырыстарыңызды алдын ала дайындап, Алматыдан үлкен магазинімді ашайын деп жатырмын. Соның лентасын қиюға барша қазақ елін шақырамын. Сіздердің бізге деген қолдауларыңыз, лүпілдеріңіз, пікірлеріңіз, сосын тіркелулеріңіз. Ана подписаться деген батырманы басып, қазақ жігіттерін қолдап, шабыт беріп, қамшылап отырыңыздар. Ау, шығады. Кісіні сұрасаң, 4 сала. Аласеке. Жақсы, сіздерге рахмет. Қораларыңыз малға, үйлеріңіз жанға тола берсін. Моншақты, моншақты қыздарыңыз болсын, моншақты ұлдарыңыз болсын. Қазақтың ата кәсібін осылай тізгінін ұстап, бірге мәреге жете берейік. Аманшылықта кездескенше сау болыңыз.